Қазақ жалқау емес. Қазаққа жалқау деп орынсыз тағылған кінә бар. Ол оттауизм. Қазақ жалқау болса мал баға ма? Мал оның өмір сүруіндегі ең негізгі көзі. Ол ғасырлар бойы өзін ғана емес, көрші елдердің халқын да етпен қамтамасыз етіп келді. Малды өсіруі, егін салу, балықты аулау жалқаудың қолынан келе ме? Оны оңай деп кім айта алады? Малдың бабын табу, жаздық, күздік, жайлауын, қыстауын таңдау, қай жерге қалай жаю, жейтін шөбін анықтау, ауырған малды емдеп жазу, айсыз қараңғы түнде жұлдыздарға қарап сапар шегу, қыран құс, тұлпар баптау, ауа райын болжау, сырқатты емдеу, көкпар тарту, бәйге, күрес, асық, ақсүйек, тағы басқа ойындарды ойлап табу дегеннің білген адамға жатқан ғылым. Оны игеру үшін ақыл, тәжірибе, өте еңбекқор жандардың толассыз ізденісі керек. Қазақ көшпенді, жалқау деп халқымыздың өмір сүру кәсібінен хабары жоқ, жеңіл ойлы ақымақ немесе ұрпағымыздың жігерін жасыту үшін қаскөй арамзаның айта салған сандырағы. Соны жел өкпе, тайыз немерелер іліп әкетіп, әлі күнге дейін жалаулатып жүр. Әділетін айтшы, ғасырлар бойы қазақты кім асырады? Жаудан, даудан кім қорғады? Білмесең біліп қой, ол өзін өзі асырады, өзін өзі қорғады. Бұл жалқаудың қолынан келе ме? Ең құрығанда бір сәт байсалдық танытып ойласаңдар қайтеді. Бұрын бүгінгідей газ, электр қуаты, мұнай, көмір болған емес. 6 ай қыстан қысылмай шығу үшін 4 түлік малға қора жай, шөп, от басына отын дайындаған. Малдың қиыннан тезек жасауды ойлап тапқан. 4 түліктің сүтінен айран, шұбат, қымыз, қаймақ, сары май, құрт, ірімшік, жент әзірлеген. Мұның бәрі асыл тағамдар. Біздің бабаларымыздың ірі, ақылды, алғыр, тапқыр, табанды, батыл денсаулықтарының мықты болуының бір себебі осы ішіп жеген тағамына да байланысты. Өзің таразылашы. Қазақ жалқау болса, осыншама жердің иесі атанар ма еді? Осыншама данышпандарды тәрбиелеп өсірер ме еді? Бүкіл түркі елінің қара шаңырағы бола алар ма еді? Мұны айтқанда басқаларға мақтағандай көрінуі мүмкін. Сен қарағым дұрыс түсін. Мұны мен мақтану үшін емес, қазақтың сан алуан қасиетіне көзім жеткеннен кейін айтып отырмын. Бір ғана мысал, Мұхаммед пайғамбарымыздың елінде жоқ қасиет қазақта бар. Ол жақта емшек ембеді деп ағасының ұлы інісінің қызына үйлене берді. Қазақ 2 жастың 7 атаға жетпей тұрмыс құруына қатаң тыйым салған. Тыйым салуға ақыл парасат, еңбек керек пе? Керек. Ақыл парасат еңбек еткен адамда ғана болады. Жалқауда ақыл парасат болмайды. Түсіндің бе? Қазаққа орынсыз тағылған кінә. Бауыржан Момышұлы. Каналымызға тіркеліп, пікір білдірсеңіз жеткілікті.